Ассалаумағалейкум. Уа ардақтым, сен мені танимысың? Мен кеудеңнен ұшып шығуға сыққан, жүрегіңнің түкпірінде нұр болып жарқырап жатқан дұғаңмын. Естисің бе мені? Естисің бе мені? Бүгін мен сені көптен толғандырған бір сұраққа жауап берейін. Қай сұрақ дейсің бе? Ол бақыт, мәңгілік бақыт. Адам баласының шексіз қалауы жан тыныштығы. Ал қасиетті Құранда жүректер Алланы еске алумен ғана тыныштық табады делінген. Ал тыныштықтың кілті Алланы еске алуда болса, Рамазан сол еске алудың ең мейірімге толы кезі. Жүрегі тыныш адам ең бақытты адам. Ал сол тыныштыққа бастайтын, жүрекке нұр құятын, рухты тазартып, өміріңізге береке сыйлайтын қасиетті мезгіл Рамазан айы. Сондықтан Рамазан шынайы бақыт айы. Рамазан айында Алла тағала адамға бақытты болуды үйретеді. Қалай дейсіз бе? Әдетті мұсылманның ықыласпен бекініп жасаған құлшылығы арқылы руханияты кемелденеді. Рух пен тән тазарған сайын Құран ақиқаттары жүрекке сіңіп, пенденің өмірі мағыналы болады. Бұл амалдар адамды нағыз парасат иесіне айналдырады. Егер адам бір сәтке болса да, нәпсісін тізгіндеп, жүрегінің үнін тыңдай алса, міне сол сәттің өзі бақыт. Ал Рамазан бақытты сәттерді көбейтетін ай. Ұлы Алла тағала күллі ғаламды адамзат баласына алып дастархан етіп жайды. Сөйтіп, өзін мұқтаждықпен таныған құлдарының барлық қажеттіліктерін өзінің түгесілмес мол қазынасынан жарылқады. Күштілер әлсіздердің ақысын жемеу үшін адамзат қазықтануды өзінің пайғамбарлары арқылы үйретті. Бақыттың бір кішкене ғана көрінісі күшті мен әлсіздің бір дастарханнан азықтана алуы. Бұлай аштықпен шыңдап үміт сыйлайтын ай. Тек тыйылумен емес, тазарумен байытатын ай. Күндіз тағат, түнде дұға, ал жүректе нұр. Ендеше кел, досым, Құранның нұрына шомылып, ықыласты құлдың сақтықпен, тақуалықпен амал жасап, Алланың мейірімінен үміт ететін Рамазан айында сен де Алланың сүйіспеншілігіне бөлен. Мені кеудеңнің түкпірінен шығар, қос алақаныңа ал. Ыстық ықыласыңмен мейірімі, рақымы шексіз Раббыңа жөнелт. Һәм ол дұғаңның қабыл болатынына кәміл сен. Нұр болып жарқыраған дұғаң жоғалмасын. Жүрек тыныштығың арта берсін. Рамазаның шын мәнінде бақытқа бастасын.